Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен жаркоев горшочки жасайтын боламыз. Ең бірінші жұмсақ нанды илеп аламыз. Нанға ұн, яғни мен осы кесе сияқты ыдыспен 2 кесе ұн, 1 жұмыртқа, тұз, қант және дрожжи салып, жұмсақ нанды илеп алдым. Көтерілгенше қойып қоямыз. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Начинкасына мен ет, 1 сәбіз, 1 пияз, 5 картоп және қалауымша дәмдеуіштер алдым. Қыздар, еске сала кетейін, бұл 4 адамға арналған порция, ал сіздер қанша адамға жасайсыздар, соншалықты көкөністеріңізбен еттеріңізді алсаңыздар болады. Және кез келген етті қолдансаңыздар болады. Жылқының, қойдың, сиырдың, бірақ кішкентайлап турағандарыңыз жөн болады. Сол кезде картоппен бірдей болып, жұмсақ болып пісіп шығады. Дәмдеуіштерді де кез келген өздеріңіз қалайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Міне өйстіп 4 піштілеп кесіп аламыз барлығын кесіп алып, дәмдеуіштерді салып, сұйық маймен жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді тестасына кірісетін боламыз. Мен тестамды 4 бөлікке бөліп алдым. Астыңғы және үстіңгі жабатын крышкасы және ұстайтын крышканы домалақтап, оны жасамасаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер, сәнді болып тұру үшін әрине жасасаңыздар болады. Енді тестамызды домалақтап ысып аламыз астын, және тау кестемен, яғни салма ішетін ыдыс бар ғой, соған тестамызды жайып, ішіне жақсылап начинкасын толтыратын боламыз. Жақсылап толтырып, одан соң үстіңгі бөлігінде өйстіп домалақтап ысып аламыз да жабамыз. Және қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Ең бірінші ашылып кетпеу үшін осылай қатты қысып аламыз. Одан соң өрнектеп шығып, және крышкасының жаңағы домалағын қоятын боламыз. Жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады, әдемі қызарып шығу үшін. Және 180 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Үйдегілерді қуантуды ұмытып кетпеңіздер. Толық нұсқасын мен YouTube арнамнан қарап, YouTube арнамда көптеген оңай, жылдам дайындалатын рецепттер тізімі өте көп. Кіріп қарап шықсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.